Достар, баршаларыңызға кеш жарық, қалдарыңыз қалай, аман есенсіздер ме? Тренировкадан кейін үйге келдім. Бағанадан бері жариялап жатқан барлық видео фотолардың астында көптеген тілектер жазылып жатыр. Мадинаға да, маған да көп рахмет қолдауларыңызға. Алла разы болсын. Шынымен де сондай бір күтпеген тосын сый болды қонақтарға. Себебі Мадина алдымен мені қонақ ретінде шақырған болатын тойына. Одан кейін Анна ханым, сіз ұзатсаңыз мені деп өтініш айтқаннан кейін мен айттым, Мадина қалай болады екен, сізді бір әдемі әнші өзінің әнін айтып ұзатса әдемі болатын шығар деп айтқан едім. Жоқ, Анна ханым, сіздің ұзатқаныңызды қалаймын деді. Сосын енді өзі сондай бір жауапты, маңызды күндердің бірі болғаннан кейін, менің жүргізген маусымымда қатысушы болғаннан кейін мен Мадинаға жоқ деп айта алмадым, айтқым келген жоқ, көңіл күйін түсіргім келген жоқ. Осылайша келістім. Бұл видео суреттер әлеуметтік желіге жарияланғаннан кейін, менің қаншама оқырмандарым бар болғаннан кейін, көп аналар жазып кетті. Ана ханым, менің қызымды да дәл осылай ұзатсаңыз деп. Бірақ осы жерде бірден айта кеткім келеді. Мен бұл нәрсені кәсіпке айналдырғым келмейді. Өмірімде бірінші рет осыдан 2 жыл бұрын құрбымды ұзаттым, Мерейлім. Сол Мерейлімнің өтініші бойынша дәл осы ән жазылған болатын. Қарақат ханымның әні. Қарлығашты білесіздер, бір болайық жобасында ән айтқан Қарлығаш құрбым да маған көмектесіп, біз 2 күн қатарынан осы әнді жазған болатынбыз. Және 2 жыл өтіп кетті. Мадина айтты, мен де дәл сол әнге ұзатсаңыз деп қайтадан шырқалды бұл ән. Бірақ мен кәдімгідей кәсіпке айналдырып, қала аралап қыздарды ұзатқым келмейді. Тек менің құрбымның және Мадинаның өтініші бойынша орындалған ән. Ренжімеңіздер. Содан кейін көп қыз-келіншектер, оқырмандарым сұрап жатыр, Анна ханым, ұзатуға қаншаға шығасыз деп. Тағы да айтайын, мен ұзатуға шықпаймын. Бұл менің жалпы ұстанымым. Енді бір алла біледі ғой, бірақ қазіргі кезде менің өзімнің журналист, ұстаз деген атым бар. Сол қызметпен, сол жұмыспен айналысам, Алла қаласа әрі қарай. Енді Мадинаның ұзатуына келетін болсақ, мен тегін ұзаттым. Өйткені өтініш білдіргеннен кейін, қонақ болып барғаннан кейін, Мадинамен жасы сөйлесіп, әңгімелесіп жүргеннен кейін осындай баға деп айту дұрыс емес. Бұл менің сізге деген құрметім, сыйластығымның белгісі, сізге деген сыйлығым болсын осындай деп. Сөйтіп Мадина қызымызды шығарып салған болатынбыз. Сіздердің көңілдеріңізден шықты деген ойдамын. Алла қаласа бүгін материалды дайындаймын, сұхбат жаздым, ертең ютубтан көресіздер. Бағана енді бұл видеоны мамаға көрсетіп жатырмын ғой. Той осылай керемет өтті, барлығы әдемі болды. Кештің соңында әдеттегідей сағат 12-де қызды осылай ұзатып, барлығын шығарып салдық деген сияқты. Сол кезде байқағаным, және өзімде біртүрлі болып қалдым. Мама көз жасына ерік беріп, кәдімгідей жылап қалды да. Оған бірнеше себеп бар деп ойлаймын. Бірінші себеп, мама менің ән айтқанымды тек бала күнімде көрді. Өйткені мен сондай белсенді болдым, түрлі ән байқауларына қатыстым. Даусым болды сол кезде, кәдімгідей айналыстым мен әнмен. Одан кейін қойдым, сахнаға да шыққан жоқпын, басқасында қылған жоқпын. Екіншіден, мама өзі жас кезінде ән айтып, сахнадан табылған адам, өнерге жақын бір табан. Үшіншіден, өзі андай әдемі жауапты сәт болғаннан кейін, қызды шығарып салу, анасының сезімін көргеннен кейін өзін елестетті екен. Менде сондай бір бақытты сәтімді әкем көре алмаса да өзі көрсе екен. Сондай қызықты сәттер болып жатыр. Және бір қуантарлық жағдай, қанша жыл өтіп кетсе де, мама мен жүргізген маусымның қатысушыларын ұмытқан жоқ. Кешеде экспоның суретін көрсетіп жатырмын ғой. Осы бала бүйтті, сөйтті, эфир барысында Анна ханым деп айтып жүретін әдемі қызы болған. Мадина туралы көптеген естеліктері бар. Жаңағы Жанерке, Олжас көп қатысушыларды біледі. Соны сұрап жатыр да, кім тойда болды, қазір жағдайлары қалай, өмірлерінде қандай жаңалықтар болып жатыр деген сияқты. Өте қатты қуандым. Неге? Өйткені естеріңізде болса, осыдан бірнеше ай бұрын мама көп нәрсені ұмыта бастады деп айттым сіздерге. Кәдімгідей көңіліме алып қалдым бұл нәрсені. Себебі жарты сағат бұрын айтқан нәрсесін қайтадан сұрасам,
ұмытып қалады, я болмаса мен бұндай нәрсені айтқан жоқпын деп сіздермен де бөліскен болатынмын, қалай болғаны сонда деп, сондай ұмытшақ болып бара жатыр ма ауырғаннан кейін деп кәдімгідей уайымдап қалған болады. Осы орайда достар, өте жақсы пайдалы ақпаратпен бөліскім келеді. Сіздер білесіздер, анам менің қолымда, мен енді қолымнан келгенше барлығын жасауға тырысып жатырмын. Дәрігерлерге де қаратуға, денсаулығына көбірек көңіл бөлуге. Мен сияқты үйінде қарт адамдар бар жандар болса, керемет бір өнімді сіздерге ұсынғым келіп тұр. Себебі осыдан 3 ай бұрын мен айттым ғой, маманың есте сақтау қабілеті нашарлады, көп нәрсені ұмыта бастады деп. Мен басында ойладым, жасына да байланысты шығар, мүмкін инсульт, инфаркт алғаннан кейін сондай бір побочный эффект дейді ғой, сондай бір нәтиже болып жатқан шығар қазір. Сөйтсем, бұны да жақсартуға болады екен. Яғни сіздер жүйке жүйелеріңізді қалыпқа келтіргілеріңіз келсе, есте сақтау қабілетін арттырам десеңіздер, үлкен кісілердің, жастардың да, мысалы, қазір стресс деген нәрсе өте көп қой. Мұғалімдерге, студенттерге, дәрігерлерге, жалпы кез келген адамға есте сақтау қабілеті өте маңызды. Енді менің жұмысыма байланысты мен күнделікті көп адамдармен араласамын, танысам, кездесем, бірнеше ай, тіпті жылдар өтсе де, сол адамды көрсем, мен ұмытпаймын. Сіз осындай адамсыз ғой, есіміңіз осындай, біз осындай сәтте кездескенбіз, танысқанбыз деп айтсам, кәдімгідей таңғалады. Қалай білесіз, көп адам ұмытшақ болып келеді деген сияқты. Жалпы біздің миымыз бұлшық еттеріміз сияқты ғой, оған да жаттығу керек. Мен ол үшін кітаптарды көп оқимын, түрлі жаттығуларды жасаймын. Ал ендеше сіздің уақытыңыз болмаса, есте сақтау қабілетіңізді арттырам десеңіз, сондай-ақ мысалы наркоз алған адамдар ұмытшақ болып келеді, инсульт, инфаркт алған адамдар, жалпы қарт адамдар, студенттер де мысалы, бір сабағын оқиды да ертең емтихан тапсырар алдында оқыған нәрсесін ұмытып қалады деген сияқты. Соның барлығын алдын алу мақсатында осындай керемет өнімді ішкендеріңізге ішуге кеңес беремін. Доктор Брейн